Ертеде бір байдың жалғыз баласы болыпты. Баланың қолы ашық, жомарт екен. Кем-бағал кедей мен жоқ-жітік адамдарға сұраған береді. Анасы да ұлының ізгі ниетін түсініп жақ ашпайды. Бір күні анасы қатты ауырып жатып қалады. Бала уайымдап анасының жазылуына ем іздеп алыс-жақын жерлерден атақты дәрігерлерді алдырады. 7 күн дегенде иман жүзді бір кәрия келіп, сырқат ананың тамырын ұстайды. Жаман дерт екен, дейді басын шайқап. Не істеуім керек, шипасы бар ма, дейді бала қадалып. Таба алмайсың бәрібір. Анам үшін жаным садаға. Ауруды жіберген Алла шипасын да жіберер. Тәуекел. Анаңа жаның ашиды екен, ниетің түзу. Аз-кем үнсіз отырған кәрия сөз бастады. Жазық және аласа таулы жерлерде, арық жағаларында, сайлардың дымқыл жерлерінде өсетін мұжығын деген шөп болады. Бұл тік өсетін көп жылдық шөптектес өсімдік. Биіктігі 2 қарыстай, жапырағы кезектесіп орналасады. Түп жағының жапырағы үлкен, ұзын сағақты, жоғарғы бөлігінің жапырағы кішкене, қысқа сағақты немесе сағақсыздау, кең қаңдауыр тәрізді, бүтін жиекті немесе болымсыз аратысты келеді. Шоқпас гүлі шашагүл шоғырын құрайды. Гүлі сары түсті, ернеуі тіл тәрізді келеді. Осы шөпті тауып әкелсең, анаң ауруынан жазылады. Бала жолға шығады. Алғашқы ет қызуымен тоқтамастан 3 күн 3 түн жүреді. Мезгіл көктем болғанымен жер саз, жол ауыр. Ертеңінде ақшам уақытында арналы үлкен өзенге тап болып, белін жазып демалады. Төңірекке қарап отырса, анадай жерде қарайған бір мақұлық тыпырлап жатыр. Бұл не деп тақау келсе, аяқтары аспанға қарап, сазға батқан кәдімгі тасбақа. Баланың жаны ашып, жағаға алып шықты. Тұншығып өліп барады екенмін, алғысым шексіз саған, дейді тасбақа. Көріп тұрып құтқармасам кім болғаным, дейді бала шынын айтып. Осылай жатқаныма біраз болды. Кешеден бері қаншама адам өтті бұл жерден, ешкім назар аударған жоқ. Тасбақаның көңілі босап, көзіне жас келді. Байқамаған шығар. Неге байқамасын? Өзіңдей мейірімді жанмен жолықтырған Алла, көрер жарығым бар екен. Қайда бет түзедің? Анам сырқаттанып, ұзақ сапарға шығып едім. Бір қажетіңе жарармын. Басыңа іс түссе, көзіңді тарс жұмып, мені есіңе ал, дейді тасбақа. Жарайды, деп бала жүріп кетеді. Жүріп келеді. Бірде қырға, бірде тауға, өрмелеген иір-қиыр дала жолы таусылар емес. Күндердің бір күнінде, екінді ауған мезгілде, ну орманға енер тұста тізе бүгіп дем алып отырады да, көзі ілініп кетеді. Құтты өңіндегідей анасымен қауышады түсінде. Жүзі жайнаған анасы жайдары, үстіндегі киімдері шыттай жаңа. Баламай, шалдығып шаршадың-ау. Бір өтінішім бар, қашанда жәрдем сұраған тіршілік иелеріне қамқор бол. Қолыңнан келсе жақсылық жаса, өйткені мейірім иесін Тәңірі жақсы көреді, жебеп желейді.